Рахмет, Мақпал. Біз енді қазіргі сұхбатымызда мына әлеуметтік қоғамдық мәселелерге қатысты жолдауда көтерілген негізгі ой түйіндерге байланысты сарапшыларымыздың пікірін ары қарай сабақтайтын боламыз. Біздің бүгінгі қазіргі қонағымыз Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Алуа Жолдыбалина. Студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгінгі президентіміздің жолдауында әлеуметтік мәселелер өте өзекті көтерілді. Оның ішінде әлеуметтік кодексті дүниеге әкелу мәселесі айтылды. Осыған байланысты сіздің ой пікіріңіз? Жалпы біздің қоғамда енді өзіміздің түсінігімізде қалыптасқан ғой, мысалы біз әкімшілік кодекс дейміз, қылмыстық кодекс деп сияқты, жалпы бұл жаңа атап өтті ғой, бізде өте көптеген министрліктер бар, яғни бұл әлеуметтік салаға жауап беретін, сонымен қатар заң нормативтік актілер көп, өте көптеген әлеуметтік стандарттар көп. Сосын әлеуметтік саладағы жаңағыдай бұл әлеуметтік саясаттың, яғни объектісі табылатын өте көптеген әлеуметтік топтар бар, өте көп. Соған байланысты жаңағыдай бір орталықтанған бір құжаттың болуы ол өте маңызды. Себебі ол құжатта жаңағыдай кодексте барлық тараптары, барлық аспектілер, міндеттері, барлық жаңағыдай стандартқа енгізілген нормалардың барлығы енгізіледі. Бұл өте үлкен ауқымды жұмыс, бірақ дегенмен әлеуметтік кодекс болғаннан кейін, мысалы кейде бізде болады ғой, бір салаға бір министрлік жауап береді, екінші салаға екінші министр жауап береді. Арасында жаңағыдай өзара әрекеттесу болу керек. Сол әрекеттесудің барлығын реттейтін, оның барлығына жаңағыдай қандай жауапты, қандай нормалар болу керек деген барлығын реттейтін, ол жаңағыдай үлкен маңызды құжат. Сондықтан да жаңағыдай әлеуметтік кодекстің дайындалуы әлеуметтік саясаттағы басқарудың тиімділігін, сосын ол саладағы жүзеге асып жатқан бағдарламалар болсын, ол саладағы жүзеге асып жатқан әртүрлі бір бастамалар болсын, соның барын басқаруға өте жаңағыдай өзінің тиімділігін әсер етеді. Жақсы, енді білім саласына байланысты да өткір мәселелер көтерілді. Оның ішінде мына қашықтан оқыту жүйесінде әлде кемшіліктер бар екендігі айтылды. Оның ішінде біздің бірыңғай әлі онлайн платформамыздың жоқтығы қазір енді өте кедергі болып отырғаны баса айтылды. Осыған байланысты оны әрі қарай дамытудың қандай жолдары бар? Осыған байланысты өзіңіздің пікіріңізді білсек. Енді әлемдік тәжірибеде, мысалы бүгінде онлайн платформа оқытудың бірінші мысалы өзекті болашқан кезде өте түрлері бар, үлгісі бар. Мысалы бүгінде әлемде Coursera деген онлайн бағдарлама бар, edX деген бар. Өте көптеген, мысалы көрші Ресей мемлекетінің өзі бірінші бағдарламалық платформа жасады. Соған байланысты бұл әрине түбегейлі түрде бірден білім беру барлығы онлайн саласына өтіп кетеді дегенді білдірмейді. Бірақ жаңа айттық қой, мынау жаңағыдай өмір бойы оқу, мысалы бізде бүгінде жаңағыдай тұжырымдамасын дайындаймыз. Яғни бізде жаңағыдай адам мысалы өмірінде бір рет қана дипломды алып, міне осы мамандықты иелендім демейді. Ол өмір бойы мүмкін бір 3-4 мамандықта немесе қосымша тағы да бір жаңағыдай мысалы өзі бір дағдысын дамыту үшін білім алу мүмкін. Сол жағдайда ол мысалы міндетті түрде мысалы университетте жаңағыдай дәстүрлі түрде білім алу емес, онлайн платформа арқылы алуға. Мысалы бүгінде жаңағыдай ең әлемдегі үздік платформалардың бірі жаңағыдай Coursera. Coursera-да бүгінде әлемде бұл бағдарлама, яғни платформасы арқылы 2 миллионнан жуық астам азаматтар түрлі яғни мемлекеттерден білім алуда. Сонымен қатар оларда жаңағыдай ақылы, ақысыз деген жағдай былайша айтқан кезде сертификаттар бар. Яғни сол сертификат арқылы ол өзінің жаңағыдай білім. Сосын мынаны ескеру керек, бізде білім саласында мысалы біз енді кітап жаңа шыққанша, ол жаңа кітаптарды басып шыққанша оның барлығы уақыт, ал бізде ақпараттың дамуы, ақпараттың жаңаруы өте тез. Және де мысалы сондықтан да онлайн бағдарламада мысалы жаңағыдай курс ол қайталана бермейді, ол өзінің білімінің мазмұны жағынан жаңартылып отырады. Сондықтан да жаңағыдай өз білімін жетілдіру үшін, ары қарай толықтыру үшін, жаңағыдай көптеген нәрселерді білу үшін, тіпті мысалы жаңағыдай ақпараттандыру жағынан соның барлығын кезде онлайн формат өте тиімді. Сондықтан да келешекте ол мысалы тек қана университеттегі студенттердің білімін бағалауға ғана емес, немесе дәріс қана оқуын емес, сонымен қатар жаңағыдай өмір бойы жаңағыдай білімін жетілдіру, жаңағыдай білімді дамыту деген сияқты тұжырымдаманың дамуына әсерін тигізеді. Жақсы, енді тағы да бір әлеуметтік саланың бірі денсаулық сақтау саласы ғой. Соған байланысты да өте көп ұсыныстар айтылды. Алдағы уақытта бізде көптеген емханалар мен ауруханалар салынатындығы айтты. Сонымен қоса дәрігерлердің жалақысы да көтерілетінін айтылды. Осыған байланысты ойыңыз? Енді биылғы 20-20 жылы біз соншалықты жағдай медицина саласының, оның ішінде жағдай медицина ғылымының, медицина мамандықтарының дамуының қаншалықты маңызды екенін түсіндік. Пандемия кезінде. Соған байланысты жағдай бұлдан біз сабақ алып отырмыз. Яғни бізге жағдай вирусологтар, жағдай пульмонологтар деген сияқты мамандықтардың жаңағыдай тапшы екені жаңағыдай ревматолог деген сияқты, яғни бізде мамандардың тапшылығы көрінді. Соған байланысты біз жаңағыдай президент атап өтті, 10 жылға қатысты мүмкін біз болжам жасап жаңағыдай қарауымыз керек. Сосын бұл жерде мәселе және де мысалы жаңағыдай президент
жолдауда ауылға қатысты өте маңызды Иә. айтты, иә. Яғни бүгінде әрине қаладағы мүмкіншілік пен ауылдағы мүмкіншілікті салыстыруға келмейді. Бізде қазіргі ең басты міндеттердің бірі ол деңгейін көтеру. Әсіресе ол не? Ол медициналық қызметке деген қолжетімділік. Яғни біз егер алғашқы медициналық қызметке қолжетімділікті қамтамасыз етсек, онда мысалы жаңағыдай ауылдағы тұрғындар қарапайым өздерінің ауылдарында медициналық көмекті ала алады. Бұл өте маңызды, сондықтан да жаңағыдай транспорттық медицина деді ғой, Иә. ол өте маңызды. Транспорттық медицинада мысалы жаңағыдай бірнеше мамандардың бірлескен болады. Яғни олар ауылдан аймақта жаңағыдай мысалы скрининг көрсетеді, талдаулар алады, әртүрлі жағдай жүргізеді. Сондықтан да бұл өте маңызды. Жақсы, тағы да әлеуметтік мәселелерге байланысты өзіңізге ерекше есіңізде қалған тағы қандай мәселелер туралы ой пікіріңізді айта аласыз? Енді бұл жерде әрине жаңағыдай ұстаздардың жаңағыдай жалақысы көтерілуі ол да өте маңызды. Дұрыс айтасыз. Себебі жаңағыдай біз осы жаңағыдай пандемияның салдарынан кезінде жаңағыдай қоғамдағы маңызды мамандықтарды түсіндік. Мысалы жаңағыдай қаншалықты дегенмен мұғалім, оқытушы, ұстаз, дәрігер деген бұл қоғамдағы ең маңызды мамандықтар екен. Яғни бұл мамандардың жақсылап барған кезде енді әлеуметтік өмір деңгейінен біздің өмірімізге байланысты. Яғни біздің болашақ ұрпақты таңдайтын ұстаздар біздің денсаулығымыздың шығасарына әсер ететін әрине дәрігерлер. Сондықтан да бұл өте маңызды жаңағыдай шаралардың бірі. Жақсы, Алуа, біздің студиямызға келіп, көрермендеріміз үшін сұхбат бергеніңіз үшін сізге шынайы алғысымызды жеткіземіз. Рахмет сіздерге. Қадірменді ағайын, бізде қонақта болған Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Алуа Жолдыбалина. Қазір енді біздің жаңалықтар қызметіндегі әріптестеріміз әрі қарай өздерінің бағдарламаларын жалғастыратын болады. Амандықпен жүздескенше.